Құрметті ата-аналар, құрметті балалар, бүгінгі күні мен сіздерге тағы бір ертегі таңдап алдым қазақ ертегілерінен. Елеместің көргендері. Мен ойлаймын, мен күнделікті оқып, сіздерге кешкі ұйықтар алдындағы сәттеріңізді жеңілдету үшін осы ертегілерді оқып отырмын. Менің еңбегім еш кетпейді ғой деп ойлаймын. Сіздер сол ертегілерді кешке қарай тыңдап, тәтті ұйқыға кетеді ғой деп ойлаймын. Сондықтан мен сіздерге тілейтін тек қана қайырлы түн. Ал енді мен ертегілерімді бастардың алдында сіздер менің ертегімді тыңдаңыздар, лайк басыңыздар. Осы каналдың ары қарай өркендеуіне үлкен үлес қосуларыңызды сұраймын. Ертегіміз Елеместің көргендері. Ертеде бір кедейдің 3 баласы болыпты. Әкесі өлгесін жетім қалған балалары азып тозып кетеді. Жетім балалар күн көру тәсілін іздейді. Сонымен балалар бір күні жолға шығады. Жолда келе жатқанда олардың алдынан 2 жол кездеседі. Біреу барса келмес, екіншісі барса келер. Жетім балалардың ең кішісінің аты Елемес екен. Ағалары Елеместі барса келмеске жібереді, өздері болса барса келермен кетеді. Келе жатқан Елеместің алдынан бір көкжал қасқыр кездеседі де Елемеске тап береді. Сонда Елемес қасқырға: "Жегенің ас болсын" дейді. Қасқыр: "О достым, бұл менің құлағыма бірінші тиген жылы сөз. Бұдан бұрын келгендер маған жегенің ас болмасын дейтін еді де. Мен оларға ерегісіп, тезірек өлтіретін едім. Сондықтан бұл жол барса келмес атанған. Енді мен сенімен дос боламын да өлгенше саған көмектесемін" дейді. Сөйтіп қасқыр кетіп қалады. Елемес одан ары жүре береді. Елемес келе жатса, алдынан үлкен бір қала көрінеді. Сол қалаға келіп Елемес ас ішіп, тойынып адам болады. Бір күні жер қазып жұмыс істеп жүрген Елеместің күрегіне бірдеңе ілініп кетеді. Қараса алтын. Алтынды көрген Елемес одан әрі қазса ат басындай алтын тағы шығады. Bir gün Елемес ұйықтап жатса, түс көреді. Түсінде ағаларының қалдері өте нашар екен. Ол түсінен шошып оянады. Ит тойған жеріне, ер туған жеріне деуші еді. Осы байлықты жалғыз өзім көргенде не болады? Не болса да ағаларыммен бірге көрейін деп тұра көшеді. Көшіп келе жатып, баяғы 2 жол айырылатын жерге келгенде өзінің ағалары кездеседі. Ағалар әбден жүдеп, үсті бастары азып тозып кеткен екен. Елемес ағаларына киім, тамақ беріп әбден тойдырады. Бірақ бұл жасаған жақсылығын ағалары білмейді. Олар Елеместі күндеп, қалайды өлтіруді ойлайды. Көп кешікпей олар Елеместі өлтіреді, оның мал мүлкін алып кетеді. Bir күні баяқ қасқыр келе жатса, алдында бір топ қарға бір қонып, бір ұшып шуылдап жүреді. Қасқыр бұл не деп қарға үймелеген жерге келсе, баяқ өзінің досы өліп жатыр. Не істеу керек? Қасқырға бір ой түсе кетеді. Ол тез жата қалып, жер бауырлап, жылжып барып, қарғалардың арасынан патшасын ұстап алады да барлық қарға "Патшамызды босат" деп шулап қасқырға жалынады. Сонда қасқыр қарғаларға: "Егер сендер адам тірілтетін шөп әкелсеңдер, босатамын" дейді. Қарғалар мақұл деп қарқ-қарқ етіп адам тірілетін шөп іздеп жан-жаққа ұшып кетеді. Қарғалар жер көкті қоймай қарап, ақыр өлдім талдым дегенде, бір жерден адам тірілтетін шөпті тауып алып қасқырға алып кеп береді. Шөпті қасқыр алғаннан кейін қарғаларға: "Егер осы шөптен адам жазылса, патшаларыңды босатамын, жазылмаса қайта іздейсіңдер" дейді. Шөпті суға салып жұмсартып Елеместің аузына салғанда, Елемес ұшып түрегеледі. Елемес есін жиып қасқырға рахмет айтып, тағы да ағаларын іздеп шығады. Келе жатса, алдынан ауыл көрінеді. Келсе ағалардың үйі. Елемес келіп үлкен ағасының үйіне кіріп барса, өзінің әйелін көреді. Әйелі Елеместі көріп талып қалады. Енді әрі қараса, әйелінің ірге жағында жатқан ағасын көреді. Ағасы ұйықтап жатыр екен. Ызаланып келген Елемес ашуын тоқтата алмай, ағасының тамағынан ала түседі,
қылқындырып өлтіреді. Енді кіші ағасының үйіне келсе, ағасы сыртта жүр екен. Елемес танымаған кісі болып сәлем береді. Бұл ағасы інісін танымағанымен үйге кір деп үйіне апарып Елеместі сыйлайды. Ет жеместен бұрын қонақпен сөйлесіп отырып Елемеске бар сырын айтады. Бұл былай дейді: бір ініміз бар еді. Сол інімді ағам өлтірейік деп қоймаған соң екеуміз өлтірдік. Сол інімді ағамның тілін алып көмбей кетіп едім. Соны енді іздеп сүйегін көміп келейін деп басына қоятын құлпытас жасап жатырмын дейді. Сонда Елемес кіші ағасына өзінің таныстырып, өзінің басынан өткен қалды айтып береді. Сөйтіп ағайынды екеуі татуласып, жылап көріседі. Мен ойлаймын, енді бұл ерте кішкене балаларға арналғанмен өте сондай қиынырақ ертегі екен, түсінуге қиын, бірақ енді ағаңа не істесең алдыңа сол келер деген қазақтың мақалы бар. Сондықтан егер сіздер ағайынды жігіттер болсаңыздар, бір-бірлеріңіз сыйлап түсінісе біліңіздер. Бұл ертегіден енді сіздердің алатын тәлім тәрбиелеріңіз ол туыстық, сол жақсы өмірге сол туыстардың арқасында жетуге болатынын түсінуге болады. Мен ойлаймын, сіздерге ертегі ұнады. Арасында әрине бізге ұнамайтын кейіпкерлер бар. Сол кейіпкерлерге ұқсамауға тырысайық. Жақсы кейіпкер Елемеске соның жанашыр ағасына ұқсайтын болайық. Қайырлы түн, сау болыңыздар.